Сәлем, менің сүйікті оқушыларым. Жаңа тоқсан басталды, барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Олай болса, жаңа сабағымызды бастаймыз. On page 92, unit 7, healthy habits, яғни 92-ші беттегі 7-ші тақырыпшаны модульді ашамыз. Healthy habits тақырыбы берілген. Жалпы healthy деген дені сау дегенді білдіреді. Habits деген әдеттер деген сөз. Яғни деніміз сау болу үшін қандай әдеттерді қалыптастыру керекпіз, сол бойынша өтетін боламыз. 92-ші бетте тақырып берген vocabulary people in sport, яғни спорттағы адамдар, жалпы спортқа байланысты адамдарды өтетін боламыз. Олай болса, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Ал ендеше бастаймыз. Exercise 1. Match photos 1-6 with 6 of the words in the box and listen and check. Яғни, бірінші тапсырмада 6 сурет берілген, және төбеде қорапшадағы сөздермен танысып, біз сол сөздерді мына суреттермен дұрысын сәйкестендіру керек. Біз олай болса, мен қазір төбедегі жаңа сөздерді оқып аударып беретін боламын. Міндетті түрде қайталап жаттап алыңдар оқушылар. Captain қайталаймыз. Captain ол бізде капитан. Champion ол бізде чемпион. Finalist ол бізде финалист. Supporter ол бізде supporter фанат деп айтамыз, жалпы қолдаушы деп айтамыз. TV reporter тележүргізуші. Менеджер келесі. Owner иесі, иелігі тұшатынды айтамыз. Referee ол төреші. Sponsor демеуші. Loser жеңіліп қалған, ұтылып қалған адамды айтамыз. Trainer яғни жаттықтырушы екен. Енді осы сөздерді суретпен сәйкестендіреміз. Бірінші суретте біз нені көріп тұрмыз? Welcome, referee, төреші, referee. Екінші суреттен supporter, қолдаушы, келесі. TV reporter, тележүргізуші. Төртінші суретте captain, яғни капитан командасы, команданың капитаны. Бесінші чемпион, жеңімпаз, және соңғысы loser, яғни ұтылып қалған адам дегенді білдіреді. Енді exercise 2. Complete the sentence with your own ideas. Яғни осы жаңа сөздерді қолданып отырып, біз өзіміздің идеямызбен сөздер жазамыз, яғни әркім өз жазуға болады. Мен тек қана мысал ретінде жазып қойдым. Бірінші сөйлем. Ертіс is the captain of Тенбіл. Екінші, Мереке is the manager of Adidas company. Үшінші, Kairat football team were champions last year. Төртінші, Алатау team were finalists in a big competition last year. Бесінші, Нұрсұлтан are sponsors of Kairat football team. Деген сияқты жазып кеттім. Осылай тапсырмаларды орындаймыз. So, next exercise 3, work in pairs, play the team manager game. Келесі үшінші тапсырма бізде жұптық тапсырма деп берілген, яғни бұл жерде team manager деген ойынды ойнау керекпіз жұппен бірге. Яғни бұл балдар тест ретінде берілген екі нұсқамен ситуациялық жағдай, әркім осы ситуацияға түсіп, өзіне қатысты сұраққа жауап беру керек. А немесе Б деп. Соңында А көп есептеп, А көп болса, қайсы жағдай болады, Б көп болса, мынандай жағдай болады деген сияқты астында кілттік сөздер тұр. Негізі оны оқып алсаңдар болады. Мен жай ғана қазір аударып беремін. Былай айтқан, мысалға, team manager, team деген команда, менеджер команданың менеджері. You are manager of team. Сен команданың менеджерсің деп өзіңді елестет. Look at the situation and make decision. Және командада болып жатқан жағдайға кіріп, шешім қабылдау сенің қолында болып тұр. Дәл қазір then look at the key дейді. Бірінші суретке қараймыз. The captain of the team is very negative at the moment. Капитаны өте ашулы болып тұр қазір. Енді сенің жасайтын жаңағы шешімің не істейсің? А варианты. Change the captain, капитанды ауыстырасың, немесе Б варианты. That's okay, he is a good player. Ештеңе етпейді, ол жақсы ойыншы ғой деп қоя саласың. Қайсысын таңдайсың? А ма, Б ма? Өзің қалағанын таңда. Енді екінші суретке қараймыз. The owner of the club wants to buy a player. The player is very good, but he is the owner's friend.
жалпы сендердің үстерінен қарайтын, яғни иеленуші адам сендердің командаларыңа бір ойыншы сатып алып келмекші. Және ол ойыншы жақсы ойнай алмайды, бірақ ол иеленушінің жаңағы досы. Сен не істейсің? А варианты buy the player. Амал жоқ, сатып аламын ойыншыны. Б варианты don't buy the player. Жоқ, сатып алмаймын. Үшінші суретке қараймыз. The sponsors want to change the name of the club. Яғни сендердің команданың қолдаушысы, яғни демеушісі, яғни спонсоры, сендердің команданың атын өзгертпекші. Сен менеджер ретінде не істейсің? Accept, you need the money. Келісемін, өйткені бізге демеушінің ақшасы өте қажет. А варианты, немесе Б варианты таңдайсың. Don't accept, the club and its name are 100 years old. Жоқ, онымен келіспеймін, өйткені команданың атына өте көп 100 жыл болған, яғни тарихи ат деген сияқты вариантты таңдасам болады. Төртінші, some journalists say that you are a loser and you aren't a good manager. Кейбір журналистер ойлайды, что сенің жолың болмағышсың, және сен жақсы менеджер емессің деп ойлайды дейді. Енді сенің шешімің. А. Don't speak to them. Олармен сөйлеспеймін. Б. Be patient and polite. Өзімді сабырлы ұстаймын және өте жұмсақ ұстаймын дейді. Келесі бесінші. You have got the best trainer in the world. He wants to go to another team, but he's got a contract with your club. Жалпы сендердің жаттықтырушыларың өте керемет жаттықтырушы әлем бойынша, бірақ ол басқа командаға кеткісі келіп жүр, бірақ сендермен әлі келісім шарты аяқталмаған, яғни тоқталмаған. Қайсы вариант таңдайсың? А. He must stay, he's got a contract. Ол бізбен бірге қалу керек. А варианты, өйткені ол контракты, оның келісім шарты аяқталған жоқ. Немесе Б варианты. He must go if he isn't happy. Жарайды, кете берсін, егер өзін бақытты сезінбесе, кете берсін деген шешім қабылдайсың. Келесі 6-шы суретке қараймыз. You think that a referee made very bad decision in a match. Жалпы сен ойлайсың, төреші дұрыс емес шешімдер қабылдап жатыр матчтың уақытысында, яғни шешімдермен келіспейсің. Сенің жасайтын шешімің қалай? А. Speak to journalists and the players about the referee. Жалпы журналистер мен ойыншыларға айтып қоясың, төреші дұрыс емес, төрешінікі дұрыс жасамай жатыр деп. Немесе Б варианты. Don't speak to journalists or players about the referee. Жалпы журналистер мен ойыншыларға айтпаймын дейді. Және 7-ші сурет. You were champions last year, now you can buy new players. Өткен жылы сендердің командаларың чемпион болды, биыл жаңа сатып алушы аласыңдар. А варианты. Don't buy new players, your team is good. Жоқ, жаңа ойыншы сатып алмаймыз, өйткені біздің командамыз жақсы. Б варианты. Buy new players, the team can always be better. Жаңа ойыншы сатып аламыз, өйткені командамыз жақсарып тұру керек деген сияқты. Және соңғы сурет. The supporters aren't coming because the tickets are too expensive. Жалпы қолдаушылар келмей жатыр, өйткені билет өте қымбат. Сенің шешімің. А варианты. Don't change the price, play better. Бағаны өзгертпейміз, бірақ жақсырақ ойнай береміз. Б варианты. Change the price and play better. Бағаны өзгертеміз және жақсы ойнай береміз дейді. Міне осы аударып берген бойынша оқып, өздерін белгілеп шықсаңдар болады. Келесі exercise for language point imperatives. Яғни бұл жерде ереже imperatives дегеніміз ол бұйрық райды білдіреді. Exercise for study the imperative sentence in the table then answer the questions. Жалпы мына жерде берілген бізде бұйрық рай, affirmative болымды түрі, negative болымсыз түрі. Болымды түрі by the player, ойыншы сатып ал. Speak to them, олармен сөйлес деп бұйырып тұр. Ал болымсыз түрі don't buy the player, ойыншы сатып алма. Don't speak to them, олармен сөйлеспе деп бұйырып тұр. Бірінші сұрақ. What the difference between the affirmative and negative forms? Жалпы болымды түр мен болымсыз түрдің айырмашылығы неде деген бұл жерде көрініп тұр. Negative is formed with do or don't. Яғни болымсыз түрінде біз do немесе don't деген көмекші тістіктерді қолданғанбыз. Айырмашылығы осы жерде. Екінші сұрақ. Do you use subject with the imperative? No. Яғни бұйрық рай зат есіммен бастауышпен
бастала ма деп сұрақ қойған. Жоқ, иә, басталмайды. Сондықтан no деп жалпы ауызша жауап беретін жаттығу болады. Келесі exercise 5, work in pairs. A friend who wants to become a sports person make suggestions, use affirmative and negative imperative forms of the words in the box. Жалпы бұл жұптық жұмыс. Бұл да досыңа спортпен айналысқысы келіп жүрген, айналысатын адамға, яғни мына жерде не істеуге болады, қандай ережелер айтуға болады деген сияқты бұйрық-райды қолданып жазу керек. Қорапшаның ішіндегі сөздерді пайдаланып, мен мысал ретінде қалдырып кеттім. Бірінші contact sports center, contact sports center, drink a lot of water, don't go out late, go to bed early, eat healthy food, practice a lot, plan your days, don't smoke деген сияқты өзімнің жаңағы кеңесімді беріп өттім. Ары қарай келесі бетті қарайтын болсақ, on page 94, reading women in sports тақырыбы берілген, яғни спорттағы әйелдер жайлы тақырыбы берілген. Оқылымға байланысты driving ambition деген үлкен бір текст берген. Karen Lowe wants to be the fastest woman on 4 wheels. Яғни Karen Lowe деген адам әйел туралы, яғни ол спортта ең жылдам әйел болғысы келеді екен, осы машина жарысына қатысады екен. Сол туралы оқып өтсеңдер болады. Оны қазір мен оқымаймын, өйткені өте ұзақ болып кетеді, бірақ оқып шықсаңдар өте көптеген мәліметтер алуға болады. Бірақ мен астына қазір тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise 1, сұрақ берілген. Sportsmen are often more famous than sportswomen. Why is this? Is it fair? Is the situation changing? How? Жалпы әйелдерге қарағанда ер адамдар көп қатысады, спортта, және көп атақты болып жатады. Сол не үшін дейді, және қазір жағдай өзгерді ме, қалай деген сияқты сұрақ қойған. Мен өзімше жауап бердім, өзгертіп жазуға болады, оқушылар. Жауабы yeah, they are maybe, because in ancient time men did sports and the women were housekeepers. Я, мүмкін, бірақ бұрыннан бері қалыптасқан еркектер спортпен айналысады, әйелдер үй шаруашылығымен айналысады деген сияқты. The situation is changing, more and more women are doing sports activities now. Ал қазір жағдай өзгеріп, әйелдер де көптеген спорттармен айналысып, жетістіктерге жетіп жатыр, оқушылар. Енді келесі тапсырмаға қараймыз. Exercise 2. Read the interview and the match interview question 1-6 with answers A, G in the text. Then listen and check. Бұл жерде тыңдалымда интервью тыңдалым берілген, және сұрақтарға жауап бер дейді. A мен G-ге байланысты мәтіннен алып белгілеп сәйкестендір деген. Мен сәйкестендіріп өттім, яғни 6 сұрақ берілген, соның тұсына бірінші B болады, екінші A болады, үшінші G болады, төртінші D болады, бесінші F болады, алтыншы E болады. Міне осылай жазып кеттім. Келесі exercise 3. Read the text again and complete the sentence with 1, 2 or 3 words. Яғни мәтінде берілген, мәтінді қайтып оқып шығып, мына жерге қалып кеткен сөздерді жазу керекпіз. Мен жазып шығамын, қойып көшіріп алсаңдар болады. Бірінші wanted, екінші rally cars, үшінші massive, яғни popular, төртінші racing drivers, бесінші money, алтыншы sponsors екен. Exercise 4, build a vocabulary, complete the sentence with the words in blue in the text. Яғни бұл жерде де қалып кеткен жерлерге мәтіндегі көкпен берілген сөздерді жазып шығу керекпіз. Бірінші support, екінші have a go at, үшінші competed, төртінші racing, бесінші situation, алтыншы atmosphere. Соңғы тапсырма the last exercise 5 about to ask and answer the questions. Бұл жерде әркім өзіне қатысты тапсырманы орындаса болады, яғни жеке дара сұрақ қойылған, бірақ мен қазір мысал ретінде қалдырып кетемін. 5 сұрақ берілген, мен тек қана сұрақты емес жауаптарды оқып шығайын. I like car racing, I compete in volleyball team, I would like to try tennis someday. Төртінші I support a basketball team called Golden Stars. Және соңғысы my favorite sports star is Kobe Bryant. Барлық тапсырмаларды орындап шықтық, жарайсыңдар. Түсініксіз болған болса комментария қалдырамыз. Келесі кездескенде сау болыңдар.